Хабарым жалғастырамыз. Мемлекетшік қызметшіден бастап болашақ министрге дейін дайын тұр. Нақтырақ айтқанда президенттік жастар кадрлық резерві жасақталды. Оның құрамына үздік деген 300 маман енді. Алдағы уақытта сынақтан сүрінбей озық шыққандар мемлекеттік орган, ұлттық компаниялар мен түрлі салалардағы қызметтерге тағайындалмақ. Бұл іріктеу өзі қалай жүрді? Тесттен әсіресе шенеуніктердің балаларының сүрінбей өтуі жай ғана сәйкестік пе? Жоба жалғасын таба ма? Әріптесім осы сұрақтарға жауап іздеді. Президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеу аяқталды. Қатысуға ниет білдірген 13 мыңнан 300 үздік жас анықталды. Тест тапсырып, эссе жазып, комиссиямен сұхбаттасқандар жоба соңына дейін өз күшімен, ақылмен жеткен. Жобаға жауапты мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Анар Жайылғанова. Адамдар хабарласып, көмек сұрағанын жасырмайды, бірақ барлығы ашық әрі әділ өтті дейді. Аштыққа келетін болсақ, онлайн форматта өткен кезде оған әсер ету мүмкін болған жоқ. Өйткені оның барлығы онлайн түрде тестілер берілді. Олар өздері үйлерінде отырып, өздерінің жаңағы компьютерлер арқылы жұмыс істеп жауап беріп отырды. Біз оған ешқандай қатысымыз болған жоқ. Іріктеуден мүдірмей өткендер қатарында мемлекеттік қызмет пен ұлттық компанияларда еңбек ететіндер де баршылық. Жобаға вице-министр Қайырбек Өскенбаевтың баласы да қатысқан еді. Бірақ біз оны нақты әрі соңғы тізімнен таппадық. Алайда шенеунік ұлының жеткен жетістігі таза өзінің еңбегінің арқасында деген болатын бізге. Өз балама сенем. Тіл көзден сақтасын, өйткені білімі бар, қолынан іс келетін өз күшімен дәлелді. Бір жұмыс істеген жеріне, оқыған орнына мен атсалысып, бір өзі қолымды да басқа немді де жұмсаған жоқпын. Мамандарға сенсек, бүгінде өн бойы озық шыққандарды ешкім бірден жұмысқа қабылдамайды. Алдымен елімізде қай мемлекеттік органға, салаға және қай өңірде маман тапшы екені анықтау керек. Ал тағайындауға дейін іріктелгендер өз білімдерін шыңдай алады. Кандидаты, зачисленные в кадровый резерв. Кадрлық резервке өткендер өз деңгейлерін өсіре алады түрлі оқу орындарында. Оған шектеу жоқ. Сондай-ақ біз арнайы тренингтер мен басқару сапасын арттыратын бағдарлама жасап шықтық. Жалпы 6 кезеңнен мүдірмей өткендер қатарында түрлі ұлт өкілдері бар. Біршамасы шетелде оқып жұмыс істейді. Сондай-ақ ғылыми атақтарда әртүрлі, араларында ғылым доктор деңгейін иемденгендер де кездеседі. Сондай-ақ жарты жолда сүрінгендер мемлекеттің қолдауынан қағылмайды. Осы 300-нің ішіне кірмеген жастарымыз да ренжімесін. Әртүрлі жолдары бар, әртүрлі тетіктері бар, әртүрлі механизмдер бар. Оларға да көмектесудің, оларды мемлекеттік қызметке тартудың, оларды мемлекеттік қызметте жылжытудың. Осында түсіндіруіміз керек. Қыркүйекте бастау алған бұл жолғы жоба мүлдем аяқталды деуге болмайды. Мамандар әлде резервке лайықтыларды таңдау шарасы өтетінін айтады. Әзірге нақты қашан екені белгісіз. Жалпы бүгінде резервке іліккендер 5 жыл бойы сонда тізімде болады. Бұл дегеніміз, қандай да қызмет орны босаса, мемлекеттік жобаға қатысқан жан бірінші кезекте жұмысқа қабылданады. Нұржан Садырбай, Айтуған Бағланов, Бас жаңалықтар.